Журналист Анна Софи Мартин бұл оқиға барлығын таң қалдыратын жұмбақ дейді. Бұл оқиғалардың болғаны мүлде мүмкін емес. 2011 жылдан бері сұмдық үй деп аталатын Дюпон де Лигонес үйінің жанынан өтіп бара жатқан адамдар жылдамдығын бәсеңдетеді. Ол әлі күнге дейін осы отбасыны білетіндердің бәрін дүрбелең тудыруда. Нант, Францияның аймағы, Британның тарихи астанасы, Альтанте жағалауындағы әдемі және тыныш қала. Ол жасыл желектермен қоршалған және өзінің сәулет ескерткіштерімен, герцогтық құлыптарымен, готикалық соборларымен және көркем саябақтарымен танымал. Нанттың дәл орталығында француз ақсүйектерінің ұрпақтары әлі күнге дейін өмір сүретін беделді аймақ сақталған. Дәл сол жерде Роберт Шуман бульвары 55-ші мекенжайында Дюпон де Лигонес отбасысы өмір сүреді. Көршілері олардың көпшіл, бауырмал, мұқтаж жандарға әрқашан көмек қолын созатын адамдар екенін еске алды. Отбасының әкесі граф Ксавье Дюпон де Лигонес кәсіпкерлікпен айналысқан, ал оның ата-бабалары Францияның орталығындағы құлыпқа иелік еткен мушкетерлар болған. Оның әйелі Агнес католик мектебінде жұмыс істеді және қалада белсенді қоғамдық өмірді басқарды. Олардың балалары 20 жастағы Артур, 18 жастағы Томас, 16 жастағы Анна және 13 жастағы Бенуа жекеменшік мектептер мен колледждерде оқыды. Олар ата-аналарын тамаша оқу үлгерімімен қуантты. Сонымен қатар көптеген көрнекті таланттарға ие болды. Мысалы, Томас музыкалық дарынды бала болды, ал Анна модельдік мансабындағы алғашқы қадамдарын жасады. Дюпон де Лигонес өте тату отбасы болды. Оларды көршісі Нант көшелерінде үнемі көретінін, үй жануарлары, лабрадорларымен серуендейді. Содан кейін шіркеу қызметтеріне барады. Содан кейін өздерінің сүйікті мейрамханасында тамақтанады. Олар қалыпты отбасы сияқты көрінеді дейді көршісі Эстелла. Бірақ жабық есіктерде не болып жатқанын ешкім білмейді. 2011 жылдың 11 сәуірі көрші Эстелла бірдеңе дұрыс емес екенін сезінді. Ол Дюпон де Лигонес отбасын бір аптаға жуық көрмеген еді. Сол күні менде алаңдаушылық болды деп есіне алды ол. Дүйсенбі күні күндізгі сағат 2-лер шамасында үйдің жабық екенін көрдім. Пошта жәшігінде ескертулер болды. Онда жіберушілерге хаттарды қайтаруды сұрайды. Содан кейін мен жабық жапқыштарды байқадым. Бұл маған біртүрлі болып көрінді. Өйткені олар демалысқа кеткенде де қақпаны ашық қалдыратын еді. Эстелла өз уайымын жергілікті полициямен бөлісті. 13 сәуірде олар Дюпон де Лигонестің үйіне келіп, есікті қақты. Жауап болмады. Тіпті қонақтардың келуіне әдетте реакция жасайтын лабрадорлардың у-шуы да естілмеді. Содан кейін полицейлер есіктегі құлыпты ашатын слесарды шақырады. Үйге кірген олар толық тыныштықты көрді. Заттар әдеттегі орындарында болды. Шкафтардың кейбір есіктері ашулы, бірақ киімдердің көпшілігі сөрелерде ұқыпты жатты. Полиция назарын аударған жалғыз нәрсе фотосуреттер түсірілген кадрлар болды. Бірақ бұл жерде де ерекше ештеңе болған жоқ. Мұны көбінесе бір жерден кететін адамдар жасайды. Полиция бұл нұсқаға тоқталып, көршілеріне алаңдайтын ештеңе жоқ деп сендірді. Дегенмен мұнда бір нәрсе дұрыс емес. Дюпон де Лигонес отбасының барлық көліктері үйдің сыртында тұрды. Тек Ксавьердің Citroen C5 жеңіл көлігі жоқ. Бірақ барлық отбасы мүшелері онымен кете алмайды. Бұл шағын көлікке 6 адам, 2 ит және чемодан сыймайтын еді. Содан кейін тағы бір оғаш оқиға болды. 14 сәуір күні отбасының туыстары мен достары Ксавье мен Агнес жіберді деген хаттарды алды. Оларда отағасы ақш-тың есірткіге қарсы күрес басқармасына жұмысқа қабылданғанын, сондықтан ол отбасымен бірге ақш-қа куәгерлерді қорғау бағдарламасы бойынша кеткенін жазған. Бұл оңай болмайды. Сіз бізді ұзақ уақыт көрмейсіз. Өйткені біз жеке басымызды өзгертеміз. Біз жасырын жұмыс істейміз және бізбен байланыс болмайды деп жазды хатта. Ксавье қалада құрметті адам, ал оның әйелі құрметті католик екенін ескерсек, олардың сөзіне күмәндануға негіз жоқ еді. Бірақ туыстары Дюпон де Лигонес отбасының қоштаспай кетіп қалуы мүмкін емес екеніне күмәнданды. Сондықтан олар Нант округінің прокурорына тергеу жүргізу туралы өтініш жібереді. Ал 15 сәуірде полиция Роберт Шуман бульварындағы 55-ші үйге қайта оралуға мәжбүр болды.
олар жаңа мүмкіндіктерді таппайды. Сондықтан келесі күні іздеуді жалғастыруға шешім қабылдайды. Бұл тергеуде серпіліс болғанша 1 аптаға жуық созылды. Полиция лейтенанты 21 сәуірде тінтудің 6 күнінде террасаның астына топырақ төгілгенін байқайды. Әріптестерін шақырып алып, олар қазуға кіріседі. Полицейлер жер астынан не таба алатынын ойламауға тырысты. Бірақ бетінде жабысқақ таспамен жабылған қара пластик қоқыс қаптары пайда болған кезде олардың ең нашар болжамдары расталады. Пакеттерде Дюпон де Лигонес отбасы мүшелері және 2 иттің де денесі болған. Әрбір адам мәйітінің жанында кішкентай белгіше шам және крест жатыр. Бұл нағыз христиандық жерлеуге ұқсайды. Тек зиратта емес, үйдің террасасының астында. Нанттағы жан түршігерлік трагедия туралы хабар француздық газеттердің бәрін тез басып қалды. Журналистер қылмыс болған жерді сұмдық үйі деп атап, биліктен осындай аяусыз кісі өлтірген құбыжықты тез арада тауып, жазалауды талап етті. Болған оқиғадан есеңгіреп қалған тергеушілер де қылмыскерді ұстағысы келіп, тіпті бұл іске Интерполды да қосты. Дереу дерлік олар басты күдіктінің аты жөнін жариялады. Террасаның астынан полиэтилен пакетті денесі табылмаған жалғыз адам бұл Ксавье Дюпон де Лигонес болатын. Бүкіл Франция бұған сене алмады. Ксавье 50 жаста еді. Ол ешқашан заң бұзушылықпен айналысқан жоқ. Енді ол жер асты әлемнің шебері болды ма деп орынды сұрақ қояды журналист Анна Софи Мартин. Әйтеуір осы бір ардақты азамат аяулы әке әйелі мен балаларына соншалықты қатыгездік көрсете алар ма еді? Ксавье өміріндегі ең қымбат адамдарды салқын қанмен есірткіге салып, сосын олардың жатын бөлмелеріне кіріп, мылтықпен атып өлтіріп, денелерін полиэтилен пакеттерге көміп, үйді ретке келтіріп, соттан қашып кетті ме? Бәлкім оны мұндай ауыр қылмысқа іблістің өзі ғана итермелеуі мүмкін деген сұрақтар қойыла бастады. Бір қарағанда Ксавье өлтірді деген нұсқа абсолютті нонсенс болып көрінеді. Алайда француз ақсүйектерінің өмірбаянын мұқият зерттегеннен кейін тергеу ол шынымен де бүкіл отбасын атып тастауы мүмкін деген қорытындыға келді. Естеріңізде болса, Ксавье ескі француз отбасынан шыққан. Бала кезінен ол өзін ерекше сезінді. 1992 жылы ол ауқатты отбасынан шыққан сұлу Агнеске үйленді. Балалар дүниеге келгеннен кейін Дюпон де Лигонес отбасында Америка құрама штаттарына көшу идеясы пайда болады. Ксавье мен Агнес барлық қажетті құжаттарды дайындап, қолдарында бар ақшаны осы арманға салды. Алайда бірдеңе дұрыс болмады және жоспар орындалмады. Сәтсіздікке ренжіген Ксавье өзінің соңғы жинаған ақшасын 2000 жылдардың басында отбасымен бірге көшіп келген Нанттың беделді ауданынан пәтер сатып алуға жұмсады. Ксавье ауқатты фирмалардың басшылары үшін қонақ үйді тексеретін бизнес ашты. Тапсырыстар аз болды. Кәсіпорын іс жүзінде пайда келмеді. Әйтсе де намысқой адам бола тұра, қаржылық қиындықтарға тап болғанын көрсетпеді. Сондықтан барлық көршілер Дюпон де Лигонес отбасының гүлденіп жатқанына және ерлі-зайыптылар арасында келісім мен түсіністік орнағанына сенімді болды. Соған қарамастан, Агнес өзінің қаламдас досына онымен жалғыз қалған Ксавье өз отбасын лайықты өмір сүру деңгейін қамтамасыз ете алмайтындығынан зардап шегетін сенімсіз адамға айналатынын мойындайды. Ксавье Дюпон де Лигонестің басты қорқынышы кедейліктің ұяты болды. Ксавье соңғы кезге дейін қандай да бір ғажайып арқылы отбасының қаржылық жағдайын жақсартып, ұятқа ұшыраудан аулақ болатынына сенді. 2011 жылы 20 қаңтарда қастандықтан 3 ай бұрын оның әкесі граф Хуберт Дюпон де Лигонес қайтыс болды. Әкесінің мұрасын алу үміті Ксавье үшін үміт отының сәулесі болды. Ол Хуберттің пәтеріне келіп, күні бойы дерлік сонда өтті. Ол ақша немесе отбасылық әшекейлерді іздеген анық, бірақ өкінішке орай ескі граф соңғы жылдары жалғыз өзі жоқшылық шегінде өмір сүріп, ұлына мұра ретінде ештеңе қалдырған жоқ еді. Бұл жағдай Ксавьеге қорқынышты әсер қалдырды. Қайтыс болған әкесінің пәтерінен тапқан жалғыз құндылығы ескі калибрлі мылтық болды. Ол қоштасу үшін өзімен бірге алып кеткен еді. Мен Ксавьені әкесінің пәтерін босатқанда соңғы рет көрдім. Бір ерекше сурет есімде. Бұрын мұндайды көрген емеспін. Мен Ксавьені білетінмін. Ол әрқашан күлімсіреп жағымды жүретін деп есіне алды отбасылық досы. Әкесі қайтыс болғаннан кейін бұрын атуға қызықпаған Ксавье қару алып жүруге лицензия алды. Ол әкесінің мылтығынан оқ атуды үйрене бастады. Көп ұзамай ол нұсқаушыдан дыбыссыз ату мүмкін бе деп сұрады. Және ол дыбыс өшіргіш алуға кеңес берді. Ксавье дәл осылай жасады.
Ақырында 2011 жылдың сәуір айының басында Ксавье Нант қаласының маңындағы бірнеше құрылыс дүкендерін аралап, ол жерден әк, цемент, үлкен пластик пакеттер мен бау-бақша құралдарын сатып алды. Полиция 4-5 сәуірде Агнес пен 4 бала қайтыс болды деген қорытындыға келеді. Алайда Ксавье 21 сәуірде ғана халықаралық іздеуге жарияланған. Бұл уақыт басты күдіктінің тіпті әлемнің түкпір-түкпіріне дейін қашып кетуіне жеткілікті болар еді. Бір қызығы, 15 сәуірге дейін Ксавье Дюпон де Лигонес тіпті полициядан жасырынбаған. Бірнеше көршілер бұл адамды 6 сәуірде Нант көшелерінде көргендерін растады. Әдеттегідей мейіріммен амандасып шаруасына кетті. 10 сәуірде Ксавье өзінің Citroen C5 көлігіне отырып қаладан шығып кетті. Ол тас жолдың бойымен келе жатып, оны көптеген жол камералары байқап қалған. Елдің оңтүстік батысына бет алған адам мүлде асықпайтын көрінеді. Қонақ үйлер мен мейрамханаларға тоқтап, ол жерде өз картасымен төлейтін. Камералардың астында банк автоматтарынан ақша алды. Үйдегі қылмыстың барлық іздері қаншалықты мұқият жойылғанын ескерсек, бұл өте оғаш көрінді. Кейінірек полиция Ксавье өзінің қоштасу қажылығын осылай жасады деп болжайды. Олардың пікірінше ол өзінің әңгімесін аяқтамас бұрын бақытты неке жылдарымен байланыстыратын барлық жерлерді аралауды шешті. 14 сәуірде Ксавье Роке Брун Сьюрс Аргенс таулы аймақтарының маңындағы Формула 1 қонақ үйінің сыртында тұрды. Келесі күні таңертең ол көліктен винтовканың сұлбасы анық көрініп тұрған киім-кешек сөмкесін алып, көлік тұрағын жағалап жүр. Камераны байқаған Ксавье тоқтап, объективке қарады. Барлығымен қоштасқандай, сосын бұрылып тауға қарай беттеді. Әрине, камераның түсірілімін қарап, 22 сәуірде қонақ үй тұрағынан Ксавье көлігін тауып алған полиция ер адам өз-өзіне қол жұмсады деген қорытындыға келген. Шамамен 2 ай бойы іздеу топтары Рок Брун Сьюр Аргенс тауларын зерттеді. Үңгірлер мен шатқалдарға көтерілді, бірақ ештеңе таппады. Мәйіт табылмады, бірақ полиция оның өз-өзіне қол жұмсағанына сенімді болды. Мұндай отбасылық қылмыстарда 98% жағдайда кісі өлтірген әке бірден өз-өзіне қол жұмсайды. Әрине, тергеушілер бұл да солай деп шешті. Олар оны жай ғана қашып кеткендердің қатарында болуы мүмкін деп ойлаған жоқ. Қалай болғанда да 2011 жылдың 15 сәуірінен кейін Ксавье Дюпон де Лигонестің іздері жоғалып кетті. Оның банк картасынан бірде-бір транзакция жасалмаған. Оның атына бірде-бір ұшақ немесе пойыз билеті сатып алынбаған. Бір сөзбен айтқанда, бұл адам жоғалып кетті. Кейбіреулер Ксавьені таудан теңізге жаяу жүріп, қайыққа мініп Марсель сияқты жүк портына бару мүмкін деп санайды. Және ол жерден кез келген континентке, Латын Америкасына дейін жетуге болады. Немесе Италияға автостоппен кетуі мүмкін. Шынында да көптеген қашу жолдары болды. Ал егер Ксавье өз жанұясын өлтіруді соншалықты мұқият ойластырып, дәлелдемелерді жасырса, онда ол өзінің жоғалуының жоспарын дайындағанына күмән жоқ. 2015 жылы Агенс Франс прессе редакциясына оғаш хат келді. Онда Томас пен Бенуаның фотосуреттері бар еді. Оның артқы жағында «Мен тірімін, сол кезден осы уақытқа дейін, Ксавье Дюпон де Лигонес» деп жазылған. Осы жылдар ішінде полицияға Ксавьені көрдім деген әртүрлі елдердің азаматтарынан 900-ге жуық өтініш түскен, бірақ олардың ешқайсысы күдіктінің ізіне түсуге көмектеспеді.